Достар, маған қолдау білдіріп жатқан көпшілік кісіге өте алғысым шексіз. Дайректіме келіп жатыр көптеген сообщениялар, негатив білдіріп жатқан, комментарияда негатив жазып жатқан кісілерге де алғысым шексіз. Енді сол кісілер ғой, бұл нәрсені, бұл оқиғаны хайпқа айландырып, көпшілікке қызықтырып қойды, былайша айтқанда. Қызықтырғанда да енді көпшілікке жамандап, жаманаттың көрсетіп қойды. Енді сол оқиға бойынша, ол 21 күні болған оқиға ғой, сол оқиға бойынша бас аяғына дейін барлық оқиғаны айта кетсем деген ой түйдім. Себебі көптеген қыздар маған жазып жатыр, орамалдағы да, орамалсыз да, түсіндірсеңіз, басы қалай болды, ана жерде тек қана айқайлап тұрған видео ғана депші. Сол себепті шығып отырмын. Енді менде де туған туыс бар, араласатын адамдар бар, достар бар. Мені танитын адамдар, олар оқиғаны көре салсымен, видеоны көре салсымен, олар сразу түсінді, то, что ол жерде провокация екені. Енді мені танитын адамдар ғой, мені танымайтын кісілердің пікірі, олар бір көргеннен өз пікірлерін білдіріп жатыр. Мен де сырт көзден сол басқа да адамдардың көзқарасымен қарайтын болғанда, мен де ойлар едім, не деген ужас сөздер айтып жатыр әйел, не деген негатив ішінде жатқан деп, сондай ойда қалыптастыратын едім, егер мен де сырт көзбен қарағанда. Ол жерде енді көріп тұрғандағыңыздай видео басы жоқ, аяғы жоқ, тек қана ортасынан ақша төлейтін кездегі ғана түсірілген видео. Енді ол оқиға негізінде 21 күні түскі обед уақытысы ғой, 14:00 шамасында болған оқиға болатын. Мен интернет арқылы, инстаграм арқылы заказ беремін, Фариза Төрәлінің күнделігіне заказ беремін. Үйде отырып, сол кезде сол заказ берген қыздарға WhatsApp желісі арқылы жазамын: қыздар, мен адресім осындай, маған Яндекс таксимен салып жіберіңдер, Яндекс таксиді өзім төлеп күтіп аламын деп. Қыздар маған айтады: сіз өзіңіздің жаңағы Яндекс приложениеңіз болатын болса, бізге такси шақырып бересіз ба? Біздің адресіміз осындай, осы жерге шақырсаңыз, менің есімім Азиза болады, осы номерді, менің номерімді тіркеп қойсаңыз астына деп. Одан мен қарсылық білдірмедім, жақсы дедім, сол қыздың номерін астына закрепить еттім. Эконом класс такси тарифімен шақырамын Яндекстен, сол адреске шақырып беремін. Получается, таксист сол жерге барады. Сол жерге барғаннан кейін ол кісі еш қарсылықсыз сол офистан, сол күнделікті алып шыққан ер баладан алады қолынан. Алғаннан кейін, затты алғаннан кейін менің адресіме жарты сағаттан кейін келеді. Бірақ менің домның дворда кірмейді, трасса жаққа шығады. Получается, барлықтарыңыздың, енді дворда тұратындар түсінетін шығар, трасса қай жақта, двордың іші қай жақта болады, әркім подъезд әртүрлі ғой. Сонымен, получается, ол кісі трасса жақта, айдала жақта тұрады. Мен ол кісіні дворының алдынан таппаймын, былай іздеймін, таппаймын. Одан кейін Азиза деген қызға шығамын, жаңа менеджер: қыздар, сіз ана кісіге звондап бересіз ба? Жүда алдында жоқ, мен дворым алдында ол кісі. Звондап беріңіз, қайда тұр, біліп беріңіз маған. Азиза біліп береді, содан маған қайтадан хабарласады: ол кісі трассада мусорканың қасында тұр екен, сол жаққа барасыз ба дейді. Мен жақсы, жарайды, алып кетейін, барамын деп келдім. Енді келіскеннен кейін мен сол кісінің тұрған жеріне барамын. Машина көлігін ашқаннан кейін есігін: саламатсыз ба, бағасы қанша болды деймін. Ол кісі айтады маған: 1590 дейді. Сосын мен: қазір күте тұрасыз ба, менің приложениямда, Яндекс приложенияда 1090 деп шыққан еді, қазір көре салайын деп соткамды ашып қарап көріп жатқан кезінде ол кісі маған айқайлап бастайды: ей, сен не заказ беріп тұрсың деп маған. Содан кейін мен айтам: заказ бердім ғой, енді бағасын көрейін, менде 1090 деп шыққан еді, сіз неге үстінен 500 теңге қосып жатсыз? Мінекей, менің приложениямда 1090 деп тұр деп көрсетем. Ол кісі маған қарсылығын білдіріп: жоқ, сен маған 1590 қылып бересің, себебі сен затты заказ беріп тұрсың, неге сен доставка деп заказ бермейсің деп өз пікірін білдіреді ол кісі маған. Өз қарсылығын білдіреді. Ол жерде, естественно, мен айтамын ол кісіге: енді мен қалай заказ беремін, мен өзім білем ғой, сіз неге